Ассаламу алейкум баршаңызға қайырлы кеш. Алматы қаласына Сәулет бауырымызға 14-ке 14 бір этажды үйге проект жазуға тапсырыс қабылдап едім. Көріп, бағалап, тамашалап жіберіңіздер. Өз ойларыңызды комментарияға жазып отырыңыздар. Әзірге тек бөлмелердің орналасуы черновой вариант қана көрсетілген. Бізге берілген тапсырма Сәулет бауырымыздың қалауы бойынша мына спальный зона үйдің артында орналассын деді. Ванна санузел оң жағында және мына сол жақ төменгі бұрышында кухня орналассын деді. Мына жерде мына 100-100 труба, квадратный труба, болмаса колонна құйылып ригельдермен үймен байланысып кетеді. Мына лестничный площадка үйдің крышасымен бірге болады. Яғни мына крышаның астында болады да. Осы жерден баспалдақтардан көтерілеміз, прихожая. Тіке осындай кішігірім коридор болады. Солға қарай бірінші есік, яғни үйдің сол жақ төменгі бұрышында кухня орналасқан. Оңға қарай ванна менен санузел және оң жақ төменгі бұрышында топка, яғни котельная. Оның есігі бірақ сыртта. Тіке холға өтеміз. Үйдің ортаңғы бөлігінде, оң жақ ортаңғы бөлігінде. Сол жақ ортаңғы бөлігінде зал. Кухня мен залдың есігі бір-біріне жақын, тамақтасқанға өте ыңғайлы. Мына кухняда пайдалы орын өте көп. Бір жағына мягкий мебель, диван тұратын болса, мына стенаға телевизор ілсе болады. Және үйдің арт жағында спальный зона, осындай ғана кішігірім коридормен есіктері холға көрінбейді. Мына есік қана осылай холға ашқан кезде көрінеді. Мына есіктерге жақын орналастыруға да болады негізі. Бірақ мына есіктер бір-біріне кедергі болмасын деп, осы сәл ғана бір ортаңғы бөлігіне орналастырдым. Жалпы өзі үй қызыл кірпіштен салынады, құдай қаласа. Мынау несущий стеналар, мына стеналар. Балкалар міне былайынан жатады ғой. Ал мыналар жай ғана әшейін перегородкалар. Бұларға ешқандай салмақ түспейді. Сырты 1,5 кірпіш, мына ортаңғы қабырға 1,5 кірпіш болатын болса, мына қабырғаларды 1 кірпіштен істей беруге болады. Ал енді ванна санузелдің ортасында қабырғалар жарты кірпіш, яғни 12 см қылса да болатын. Топка мен ваннаның ортасын, мына санузелдің перегородкасын. Жалпы проект қалай шыққан, өз ойларыңызды айта отырыңыздар.